Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше жалбыздан печеньелер әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 30 грамм жалбыз жапырақтары қажет болады. 2 дана жұмыртқа, 200 грамм сары май, бөлме температурасындағы, 150 грамм қант, лимон цедрасы, лимонның соғы және разрыхитель қажет болады. 400 грамм ұн. Ең алдымен жұмысымызды блендердің чашкасына мятамызды салып, үстіне лимонның соғын, цедрасын саламыз және де бір майдалап аламыз. Үстіне қантымызды саламыз және де блендермен араластырамыз. 2 жұмыртқамызды бөлме температурасындағы не болмаса еріген сары майымызды салып, бір келкі масса жасап аламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, ұнды аз-аздан сала отырып, осындай қамыр илейміз. Тоңазытқышқа 15 минутқа жібереміз. 15 минуттан соң біздің формамыз кішкене қатаяды. Осылай қолымызбен кішкентай шарикті жасап, үстінен кішкене баса отырамыз. Бұл уақытта біздің пешіміз 180 градусқа қызып тұруы қажет. Осындай формалар жасаймыз, араларын осылай ашып, алшақтау ұстаймыз бір-бірінен. 180 градустық пеште 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын, өте дәмді, жасап көріңіздер.